Армысыздар, сіздер Юрт онлайн арнасындасыздар. Мен Жандос Сейдалин, әдеттегідей сіздердің назарларыңызға аптаның өзекті жаңалықтарын дайындап қойдым. Қазақстан өз аумағында ОДКБ жаттығуларын өткізеді. Армения ОДКБ-ға қатысуын тоқтатты. Голланд жоталарына Қазақстаннан 139 бітімгерші жіберіледі. Талибан Астанадағы халықаралық форумда. Каспий теңізінің таяздануы. Теле2 және Алтел акциялары катарлық инвесторға сатылады. Лукашенко Беларусьтегі келесі сайлауға қатыспақ. Украинаның НАТО-ға кіруінің ықтимал мерзімі. Трамп пен Байденнің праймериздегі жеңісі. Израильден Газаға гуманитарлық көмек. ақш жасанды интеллектіні әскери мақсатта пайдалануда. Қазақстанда мызғымас бауырластық 2024 оқу жаттығулары өтеді. Еліміздің аумағында ОДКБ бітімгершілік күштерімен мызғымас бауырластық штабтық оқу жаттығулары жоспарланған. 2024 жылы ОДКБ Қазақстан, Қырғызстан мен Тәжікстанда бірлескен оқу жаттығу шараларын өткізеді. Бұл жайында ұйымның орталық штаб пәтері хабарлайды. Негізгі іс-шаралар Орталық Азия аумағында қыркүйек-қазан айларында өтпекші. Және де жаттығулардың негізгі кезеңдерінде үшінші елдерден бақылаушылар қатысады деп қарастырылған. Армения ОДКБ-ға қатысуын уақытша тоқтатты. Франс 24 арнасына берген сұхбатында Никол Пашинян ұйымның республикаға қатысты өз міндеттерін орындамайтынын айтты. Өткен жылы ел іс-шараларға қатысуын тоқтатты. Ең алдымен қарашадағы саммиттен, одан кейін өз елі аумағында оқу жаттығуларды өткізуден бас тартты. Бұған дейін Пашинян Арменияның ОДКБ-дан шығуына ықпал етуіне рұқсат еткен. Алайда әзірге ел мүшелігін толықтай тоқтату туралы мәлімдеме берілген жоқ. Қазақстан Голланд жоталарына 139 бітімгерді жібереді. Бүгінде бұл Сирия, Израиль және Ливан Хезболласының әскери жолмен реттеп отырған ең ыстық жері. Алайда бітімгершілер ол жерде қару қолдана алмайды. Олар тек қорғану үшін ғана қолдана алады. Қазақстаннан бөлек Голланд жоталарында тағда 11 мемлекеттің бітімгершілік күштері қызмет етуде. Бұған дейін қазақстандық рота Ливанда қызмет еткен. Онда әскери қызметкерлер бітімгершілік базалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, стратегиялық нысандарды патрульдеумен айналысқан. Республиканың қорғаныс министрлігі прогрессивті конструктивті түрде өз әскерлерінің орналасу географиясын кеңейтуге ниетті. Сыртқы істер министрлігі таліптердің Астанадағы форумға шақырылғанын растады. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің орынбасары Роман Василенко Талибан өкілдерінің Астана халықаралық форумына шақырылғанын растады. Форум Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 2024 жылдың 13 мен 14 маусымына жоспарланған. Каспий теңізінің жағасындағы видео Қазнетті таңғалдырды. Блогер әрі бейне оператор Нұркен Тәжбай өзінің Инстаграм желісіндегі парақшасында бейне жазба жариялады. Ол жерде биіктен жасалған бейне жазбада көлдің таяз жағалауын байқаса болады. Мамандар көптен бері дабыл қағуда. 2005 жылдан бері судың деңгейі 1,5 метрге төмендеп кеткен. Ең нашар жағдайда су қоймасы осы ғасырдың соңына дейін өз аймағының 34%-дан астам жерінен айырылу қаупі бар. Бұл деген Каспий елдерінің барлығына үлкен мәселе болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Mobile Telecom сервис, яғни Теле2 және Алтел акцияларының 100%-ы Катар инвесторы Power International Holding'ке сатылатынын айтты. Мұндай шешімді экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссия 2024 жылдың 20 қаңтарындағы отырысында қабылдады. Александр Лукашенко Беларусьтегі келесі президенттік сайлауға қатысатынын айтты. Сайлау 2025 жылы өтуі тиіс. Александр Лукашенко билікте 30 жыл бойы болды. Осы кезең аралығында ол бірнеше рет қатарынан президенттік сайлауда жеңіске жеткен. 2020 жылы оған 80,1% дауыс берілсе, Светлана Тихановская үшін 10,1% қарсы дауыс берілген болатын. Зеленский кеңсесінің басшысы Андрей Ермак Украина осы жазда НАТО-ға шақыру алуға тырысып жатқанын айтты. Оның айтуынша, өтініш бергеннен кейін Украинаға ядролық соққы беру ықтималдылығы айтарлықтай төмендеді. Өткен жылдың сәуір айында НАТО одақтастар келіскенде және шарттар орындалғанда ел альянсқа кіре алатын мәлімдеді, бірақ нақты күндер айтылмаған еді. Алайда альянс өкілдері бұл мәлімдемені салқын қабылдап, әзірге ол елді қабылдамайтындарын аңғартты.
Джо Байден мен Дональд Трамп Мичигандағы праймеризде жеңіске жетті. Екі үміткер де өз партиясының негізгі дауыстарын жеңіп алды. Келесі кезең 5 наурызда 15 штатта өтеді. Онда Трамп пен Ники Хейли республикалық партия құрамында бәсекеге түседі. Сарапшылардың айтуынша Мичигандағы сәтсіздіктен кейін Хейли келесі жарысқа қатыспауы мүмкін. Яғни бұл Трампты республикашылдардың арасында фаворитке айналдырады деп сенуде. Израиль мен Хамас Газаға гуманитарлық көмек көрсету туралы келісті. Келісімнің егжей-тегжейлері жарияланбады. Бірақ палестиналық қозғалыс басшыларының өкілі қозғалыс пен Израиль арасында Газаға гуманитарлық көмекті жеткізу туралы принципті келісімге қол жеткізілді деді. ақш таяу шығыстағы әуе соққыларын нысанаға алу үшін жасанды интеллект қолданады. Бұл технологияның өсіп келе жатқан әскери әлеуетін көрсетті. ақш орталық қолбасшылығының бас технологиялық офицері Шайлер Мур машиналық оқыту алгоритмдері ақпан айында 85-тен астам әуе шабуылдарының нысандарын қысқартуға көмектескенін айтты. Әскерилер барлау мақсатында компьютерлік көру алгоритмдерді пайдаланған мойындады. Мақсатты анықтау алгоритмдері 2017 жылы Пентагон іске қосқан Project Maven жобасының бір бөлігі ретінде әзірленді және таяу шығыстағы оқиғалардан кейін белсенді түрде қолданылды. Достар, осы аптада келіп түскен ақпараттар тәмам. Өзекті жаңалықтардан құр қалмас үшін Йорт онлайн арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі аптаға дейін мен сіздермен қоштасамын.